Ақтөре Аиданың артын ашып Бишкекке қуып шықты. Сұмдық жайт орын алды. Естеріңізге сала кетсек, Алида аяқ асты талып қалып Бишкекке кеткен болатын. Осы сұмдық жайттың ашы шындығы ашылды. Айдана мен Баян бүкіл шындықты жайып салды. Баян: Диана ханым осы жерде айта кетсем бола ма? Негізі иә сөйлесіп атты ғой. Ол жерде Назгүл апай болды және Диана екеуі. Ақтөре күшті болып келе жатқан кезде артынан Алида жүгіріп келді да жұдырықпен ұрайын деген кезде Ақтөре тұрды айтты. Аида, сен не істеп жатсың деді. Маған қол көтерме деді. Сосын тұрды да, сен неге маған айтып атсың? Маған қарамай деді ма сондай бірдеңке деді. Сосын тұрды да айтты. Менің қасыма жолама деді. Аидаға айтты. Өзіңнің жөніңмен жүр деген Ақтөренің тарапынан болды. Ол кезде анау боқтабатта енді аузынан сондай сөздер болды. Ақтөре тұрды да айтты. Сен ары қарай тұр. Қайта үндемей жүрмін ғой. Анжақта тағы да бір жерлеріңді ашатын болсам, сен деген мына жерде отырмайсың деді. Сосын тұрды да ол анандай ауырып қалған сияқты сондай болды. Содан кейін барып сондай әңгімелер кетті. Сондай әңгіме болды. Айдана: Аида жоқ қой. Өз шындығымен бөлісе алмай жатыр. Біреуге айтылған нәрсе шындыққа жанаспайды. Өйткені біреудің айтқан сөзін қалай айтылды, дәл солай жеткізіп бере алмаймыз. Аиданың өзін күту керек. Және бостан босқа ол қыз өйтті бүйтті деп үстіне жала жабудың тоже ешбір қажеті жоқ мына жерде. Және де Ақтөре қарашы. Кеше көрдім ғой ситуацияны, мен дәл сенің не дегеніңді естіген жоқпын. Бірақ сен содан кейін түсіндірген кезде айттым менің артық ойым болған жоқ деп. Мен Дианаға қатыстырып айттым дейсің да, өз фразаңда бірақ та Дианаға қатыстырып айтыпсың. Неге тек қана сол Дианаға қатысты сөзді айтып қоймай ол жерге Аидаға қатысты сөзді қыстырып кеттің? Диана ханыммен көрдім, ол жерде екеуі қатты ұрсып жатқан кезде Аида өте ашуланды. Не деп жатырсың? Сен неге өйтіп айтып жатырсың? Деп көзіне жас шыға бастағанын мен көрдім. Жоқ Ақтөре, сен ойлаш, қыз баласы Аида да ондай қыздардың қатарынан емес та, бостан босқа сен артық нәрсе істемесе. Хадиша: Диана ханым, Ақтөре досыма айта кетейінші. Негізі шаршамадың ба? Жалпы сен ортаға шыққан сайын Аиданың аты атала береді. Саған өзіңе неприятны емес па былай айтқанда? Сен өзіңе былай кінә іздейсің ба? Не үшін мен шыққан кезде Аида қозғалады? Ол нәрсенің себебі бар шығар деген сияқты. Қазір шығып жатыр әңгіме. Нұрдәулет студиядан шығып кетті. Нұрдәулет студияға келді. Диана ханым Нұрдәулетке не болды деп сұрады. Диана ханым, кешірім сұраймын. Рұқсатсыз шығып кеткеніме, бірақта мен уже шаршап кеттім. Айналамның барлығы өтірік айтып уже оралды, мен өтіріктің барлығынан. Кешірім сұраймын, қосылайық жобасына үлкен рахмет. Менде қазір Аида, менде таныстықты тоқтатам. Ақтөре, менде араласпайым. Өйткені мен көріп жүрмін. Біліп жүрмін. Қазір айтып отқан нәрсесінің барлығын Ақтөре қалай шығып кетіп ақтанын. Ақтөре, мен уже бұл жерде жеткізе алмай атырым. Рұқсат етсеңіздер, Диана ханым, қосылайық жобасынан босатсаңыздар. Нұрдәулет, бұл шешіміңізді әзірше біз қабылдамаймыз. Аида, Бишкектен аман есен келсін. Екеулеріңіздің таныстықтарыңыз жалғаса ма, жалғаспай ма, сол сәтте шешерміз. Ал сіздің жобада отыруыңыз, отырмауыңыз ары қарай өзіңізбен сөйлесіп шешім қабылдайық. Аида әлеуметтік желі арқылы жазба қалдырды. Бұл оқиғаға Нұрдәулеттің еш қатысы жоқ. Ауыр сөздер айтылды, жыладым, нервный срыв болды. Мұның себебі басқа адам. Шынымды айтсам шаршап кеттім. Ал сенің қызың, әпкелерің бар, өмір бумеранг.